Таңғажайып сыпырлап сірке қош келдіңіздер. Атым Кейн, жүргізушілеріңіз болам. Сіздерге бұрын соңды көрмеген жат сүріп жүрек тоқтата ми сығатын нәрсесін көрсету үшін келдім. Солай емес пе көпіршік? Дәл солай Кейн. Бүгін сенің не дайындағаныңды мен асыға күтудемін. Як сонда уақыт созбай шоуымызды бастайық. Бүккен күпі-супы бачаға Тағата жүкспенен қалыс мол Күн сайын Куаға Айменен күнменен еш себепсіз Не? Кейн, мынау не сенің жаңа ботың ба, әлде ойыншығың ба? Егер бұл жаңа кейіпкерім болса, бізге шоудың бастамасын қайтадан жазуға тура келеді. Мен бұны енді қайталамаймын. Ойбай, біздің қатарымызға жаңадан қосылып дегенміз. Мынау бәлені қалай шешуге болады? Жай ғана қатты тарт, бізде шешіліп кетті ғой. Мынасы несі тағы? Мен басыма бір түрлі қылап қапты кигем, ал енді мен осындамын. Сендер тағы кімсіңдер? Неге мен бұны шеше алмаймын? Мен сонда қайдамын? Жай ғана сабыр сақта. Бәрі жақсы болады Жанажан. Бұл бәріміздің басымыздан өткен. Сондықтан өз-өзіңді қолға ал. Шешесіз болып жатыр. Не? Жо, айналайын. Мұнда ешкімге болыс қолынығы болмайды. Санғарып сипырлық цирк барлық жастағы көрермендерге арналған жер. Сен құрбым деген бір керемет жерге түстің. Мұнда кез келген нәрсе болала. Боғыздан басқа. Сік бас. Көт тас қан. Құдайым ау. Мен енді қалай кетем? Сабыр сақташы, айтпағым. Біз мұнда... Шыға алмайсың? Не? Жап аузын Джекс. Бірақ, дұрыс айтады. Жаңа үйіне қош келдің, және жаңа денелмен. Жаңа үй? Түсінбедім. Достар, қатты айтпандаршы. Біз осында бір жыл қадалғанбыз, ал патша жаны бұрыннан бері қадалған. Біреулер шыбын-шіркей коллекциясы туралы айтты ма? Сол үшін ол алжып кеткен. Мен енді бәрін түсіндім. Бұның барлығы түс. Мен енді оянғанша сендермен ойнауым қажетпін. Солай ма? Солай болса, солай жан. Олар менің көмеде маскамды сындырды. Хей, Кейн, бүгін жаңа саяхат бола ма? Ең алдымен жаңа жанымызға цирк аумағына экскурсия өткізіп шығайын. Алышта! Бұл деген шатыр. Мұнда сендер тұрасыңдар және де өздерінің қалаған нәрселеріңмен айналысасыңдар. Мысалы айтқанда, сендер... доп хауыз, шағын көл және тағы басқасы. Ал мынау деген аумақ! Сыпырлық көлімізде батып кет, немесе сыпырлық қарнауылдағы төбештергемін. Түні, күні, әр қашанда ғарыштық дастарған өз қолында. Барлығы осақ па? Әрине жоқ. Мынаумыз бостық. Біз бостыққа мүлде жоламаймыз. Мен өзім де о жақта не барын білмеймін. Біз осында қаламыз. Сонда мен сені жүздеген бір көрінің көзімнен таза қылмаймын. Сәлем Кейн, мен сені сүйемін. Айтым қызып кетпегенше мына жерден тұтайық. Тоқтай тұр, анау не? Воу, сенің шықатарды тазалау қажет. Іске кірісудемін, бастық. Сен неге мұндайсың? Тоқтай тұр. Ана мен көрген сонда не есік болды? Одан шығуға бола ма? Қандай есік? Егер шығатын жол болса, баяғыда барлым шық кетуші еді. Сен не айтып кеттің? Мен сендіремін, мұнда ешқандай сиқырлы шығу есігі жоқ. Мүмкін көргенің жай ғана сипырлық елестеушілік. Бұл санаңның сипырлық кеңістікке өтіп жатқаны. Шынымды айтам, мен оны көрдім. Сипырлық елестеушілік.
басқа бірнеге жайлы сөйлесек қайтеді? Мысалы атың кім? Менің атым? Құдай-ай, мен неге өз атымды ұмытып тұрмын? Сибірлік циркке кіргеннен кейін ешкім өз атын есіне түсіре алмайды. Мен бақылай алмайтын санаулы заттардың бірі саналарың. Сондықтан мен тек сендерге жаңасын ойлап табалам. Менің атым кім? Өз басатайың дәуір етпе, жаңа атын кез келген бола алады. Осы арқылы сіз есіміңіздің есімдеріңіз сипаталы цирк пайдаланушы келесінің талаптарыңызды айтымды растайсыз. Бұл талаптарға сәйкес заңыңызда орынсыз мазмұн болмауы тиіс. Орынсыз мазмұнға барлығымен шектелмей сексуалдық сипаттағы материалдар әдепсіз сөздер, жалажып, қорлау, зорлық-зомбылық, язаңсыз мазмұн, сондай-ақ балаға жатады. Сонымен не дейсің? Өзің білші, маған не қойсаң да бәрібір. Ал көрейік. Нағылай, Маған... әбден дұрыс, сұмдық, тағы да. Енші, помни. Әрине, мен ойлағаным... Тайрай, жақсы айттың ғой, Джакс. Жаңа жан помнимызға су жаңа саяхат дайындауымыз керек. Мен негізі оны 5 минут бұрын Саған саяхат ұнай ма? Қимыл, ғажап, қауіп, зәре, ауырсыну, азап, әкөне, өлім, жер өлім. Персе торты? Бәрі жетнеме. Мен бұған қатты... Сен мұнда жаңа болғандықтан, біз арнайы сен үшін сен үйренсін деп іштей қарапайым саяхат жасаймыз. Не, жоқ, қойшы. Мен іштей саяхатқа барғым келмейді. Уайымдама Зубыл, мен әдейі сен қаламаймын демесін деп басқаша қылып жасаймын. Бүгінгі саяхатымыз... Глёйнгтерді жинау! Дәл өзі, цирктің бәрі глёйнгтерге толы, және де сендер оларды ұстайсыңдар. Сонда олар нелер? Өтте жақсы сұрақ өпіршік. Сонда олар не істейді? Сонда олар... Глёйнгтер олар кішкентай қытыршақтар, және жүрген жерден сындырып ұрлап жүреді. Неге нагуманайты бар ұсақтар осыны істейтін, қалай тоқтататын, осының бәрін білулерің қажет болады. Ал іске сәт супер жұлдызшаларым, көңіл көтеріңдер. Бұның бәрі сонда нені білдіреді? Ой, оның бәрі кейіннің құраған саяхаттарының бірі. Анда әртүрлі қызықты нәрселер көріп тұрғандай, алжымасын дегендей. Саған ғана қызықты. Егер біреуге керек болсам, кетіңдер. Кетіңдер, қарындар. О жоқ, олар Зубылды өлтірді. Құрсын, қарындарын аш емес па? О, айтпақшы, Кауфманға жолығып қайтпадық па? Ол помнюмен танысқанына қуанып қалар. Менің сымбайтын бе ақынысым? Бізбен Кауфманға жолыққың келмей ме? Жоқ, қатты емес. Меніңше Кауфман есінен адасты. Соңғы кездерде омен сөйлескенде алжып шығам есіктен деді. Тура сен сияқты помни. Мүмкін сен де солай алжып барасың. Тоқта! Сонда шынымен де есік анау жақта болғаны ма? Немесе сен жай-жайлап есінен алып барасың. Олай болса, оның өзінен сұрағанымыз дұрыс болар. Егер бәрі солай болса, бірақ олай болмас, өйткені бұның барлығы жай ғана түс. Онан әлі түстеп жүр. Неге маған сонша тесіліп қарап тұрсың? Мен жай ғана елдермен қандай керемет шытырман оқиғалар болғанын қызға қараймын. Ау, жарайды, құрсын. Напәлермен қанды ішті. Сен, мен және помни біз Кауфманға жолғамыз. Ал, мынау жылауық және алжыған бұтшыт боп кеткен Зубылмен айналысады. Сонда сен екеуін бірге қалдыру дұрыс деп санайсың ба? Әрине е, сенің алдында бақантай екеуі өзін мықты ұстап тұрған жандар тұр. Кеттік қыздар, сайқымазағымызға барайық. Менің комедия маскам тағы да сынып қалды. О, Генгл, шошыттың ғой. Мінен біз енді осында тұрамыз. Айтпағым, осында ұйықтаймыз. Енді бізге қатты ұйқы керек те емес. Бірақ та бүкілінен аулақ кетіп, тыныштықта дем алып, өз ісімен айналысу керек қой. Қара да тұр. О, міне сенің бөлмең де пайда болды. Мен әлі де түсінбеймін. Не үшін бізге мынандай қаншама саяхаттар қажет? Неге бізге бірден сыртқа шығатын есікті таппасқа? Білесің бе, біз бірінші рет келгенде тура сен сияқты жасадық. Бірақ уақыты келгенде түсінесің, енді шыға алмайтыным. Бүкіл ойыңды шығумен шектей берсең, уақыт өте келе таза тақыр алжи бастайсың. Сосын аяқ жағында маған бұл не үшін керек деп бас қатырасың. Содан соң өзіңді жай-жайлап толықтай жоғалта бастайсың. Аяғында сенмен сұмдық жағдай болуы әбден мүмкін.
сонда да екеумізге бұл қатты әсер етеді деп ойламаймын. Дегенмен де басты саяхат жасауға бізге есіміз дұрыс сақтауға көмектеседі. Осының бәрі құр жай ғана түс, я помни. Біз қайдамыз? Не істеп жүрміз? Біз досымызға келген едік. Мүмкін ол мұнда емес шығар. Ода бәрі дұрыс шығар. Уайымдама қуыршағым, менде оның бөлмесінің кілті бар. Не, қалай? Сенде біздің бөлменің кілті болмау керек қой. Білә, менде барлықтарының кілті бар. Ешкім қарсы емес. Айтпақшы, мүмкін мен саған бірдеңе қалдырған шығармын. Егер соны көрсең маған айтарсың. Қырғайықтан қорықпайтын шығарсың. Осының арасында ең жаман қорқатын осы ғой. Қойшы, әңгімемізге қатысты болмаса сұрағаным дұрыс болыпты. Енді білетін болам. О, мен осыны іздедім ғой. Рахмет осыны қарап бергеніне, кофе. Жақсы, онда сау бол. Кауфманның тозығы шығыпты. Ештеңе етпей. Мынау не бәле? Мүмкін мынау бағанағы мен айтқандай есімнің сұмдық жағдайға жеткен әсері ғой деймін. Тоқтай тұр, мүмкін бәрін жөндеуге болады. Кейінді шақырайық. Кауфман, тыңдашы. Сенің әзілдеріне өтірік күлгенім үшін екеуміз жақсы сөйлеспедік. Маған сенің әзілдерің күлкілі болған, бірақ сол күндері көңіл күйім болмаған. Сен көмектесе аласың ба? Егер көмектеспеймін десең түсінемін. Кешір! Мен неменеге қарап тұрғанымды ұқпай тұрмын. Қойың зубуды бөлшектеп әкеткені көрдік қой, есіңде ме? Иә, айтқаныңа рахмет. Біз көмек беріп жатырық қой. Қалайсыңдар, жандастар? Біз Зобылдың ойығын тауып алдық. Керемет. Кауфма қалай? Мен оның әзір қалжыңдарына күлмегені үшін ашуланбаған шығар. Ой, о да бәрі дұрыс. Жаңа, мен оның бұрыннан қарағанда бақытты қып көрдім. Вау! Ол есінен толықтай айырылмағанына қатты қуанып тұрмын. Айтпақшы, ол сендерге осыны беріп жіберді. Тарақандар коллекциясы? Иә, дұрыс болады. Эй! Рагата? Есімің солай емес пе еді? Мен осындамын. Эй, тыңдаш, мен сені тастағым келмеген, менің қолыма қараш. Мен не істерімді білмедім, және сол үшін Бәрі дұрыс. Саған кейінді табу керек. Ол мені жөндеп, Кауфманға көмектесе алады. жарайды, бірақ мен оны қайдан табам? Айта алмаймын.
өзің жақты іздеп шашқырып көрші. Жақсы, мен оны табамын. Ал сен мұнда қал. Бірақ енді сен қозғала алмайсың, бірақ шыдай тұр, мен келем. Уәде берем. Жақсы. Және помни, сенің бірінші күнің осындай нашар болғанына өкінемін. Иә, алаңдама ол жайлы. Мен кеңге кеттім, иә? Ей, Кейн! Онда бізде кішкентай мәселе туындап тұр. Кейн? Ne деген? Құлаңсыз азғындар құлаңыз қаншасын ұясында қаптап, жамырап, шашырап кетті. Сен сол екенсің ғой. Біліп алсаң, мынандай жеркенішті нәрсені көрсетпес бұрын менен рұқсат сұрап алмадың ба? Ұятың қайда, қояншақ. Ханшаның тұрағында, оның алдында тұрып ап, қалай ғана сөйлеуге дәті барды. Вау, мен де сіз сияқты патшаның қатарынан кіремін. Және сізден сұрағым келген. Анда қараңдар, Зубуланды. Сәлем, Зубул. Құтқарыңдар, жарместер. Қатты айттың Зубул, енді көмектескім келмей қалды. Мен қайта жеңіле берем. Сталың! Ау! Эй, патшажан, сен Өлмейді. Тығылу керек, қайға тығылсам болады. Мына жынды Кейн қайда? Сендер миғыла түрлі түсті кейіпкерлер. Қалай ғана ұқпайсыңдар. Әлемнің бәрі Глоингстар болу керек екенін. Мен Глоингспын. Сендер Глоингсыңдар. Құдай Глоингстар болады. Мынауын бір түрлі ғой. Бірақ сендер қарап тұрсыңдар ғой. Мен мұнда саяхат үшін емес, мен біреуден Сен тірі екенсің ғой. Сен жаңа ойын шоуды тамашаладың ба? Сен тағы не деп кеттің? Не боп кетті? Уайымдама, бұл жай Кауфман. Кауфманның даусы шыққан ба? Жоқ, ода бәрі жақсы. Дұрыс айтасың. Бізге бұдан қалай шығу керек? Достар, анда тұр. Қыздар бірінші. Ой, мен не деп кеттім.
тұра тұр, помни өзі қайда? Әдей сол қызға арнап жасады ғой. Тыныш. Эскалатор естілмей тұр. Ау, көпіршігім ай, мені сен ғана осылай айтқызуды білесің. Не? Осындай уақытта уоки-уочыма ескерту келді ма? О, жоқ. Біреу бостыққа шығып кетіпті. Олар бұзылады ғой. Мінеки. Жа, мұнда не бәле боп кеткен екен. Иә, мен істегенім ғой. Кейн! Кауфмо олаған жасап, тоза шығып кетіпті. Кауфманың тоза шықты? Неге бұл туралы маған ешкім айтпады? Енді сенің орның жер тіле жақта. Солай де, Кауфманның осылай беліп кеткеніне сене алар емеспін. Ренжіме патшажан, бірақ та мен сені бірінші кетеді деп ойлағам. Рахмет. Міне, патшажанға сенуге болмайтын тағы да бір себебі. Ай, бүкіл жерім ауырып тұр. Мен сендерге шығу есігі туралы өтірік айтқаным үшін кешірім сұрауым керек. Барлығыңыздың оның қатты көргілерін келген білдім, бірақ та оның арғы жағына не қоятымды білмей, қатты қиналып жүрдім де, соңында оны аяқтай алмай қалдым. Өздерің білесіңдер, мен қалай бітпеген жұмыстарымды көрсеткім келмейтінін. Әсіресе ол сені бостыққа апарса. Неде болса, Глюинг патшайымын жеңген сияқтысыңдар, сондықтан сайғат демем. Марапат ретінде бас аспабымыз көбіршік дайындаған дәмді сыйбырлық дастарханға түрілетіңдер. Бар жүрегімен және де заңды құрметпен жасағам әрине. Шынымен де қарным аш. Сен ештеңе де істеген жоқсың ғой. Енді қарын тоқ болмай қойсын ба? Жоқ, негізіне бізге цифрлық әлемде тамақ жепте, ішіпте, ұйықтапта керек жоқ. Солай цифрлық тамақтар бізге құр виртуалды әсер беріп, еш құндылықсыз дүниелерді әкелмейді. Ой құдай ай, жапшы аузыңды. Қашаннан бері сен цифрлық эксперт болып кеткенсің. Ненің эксперті? Сценарием жазған Ghostworks, режиссер Glitch Productions, қазақ тіліне аударған
Каздок студия. Дыбыс режиссер Владислав Рудаков және Константин. Әдеткендер Жан Акан, Фиона және Каздок. Дыбыстағандар Патшажан, Каздок, Рагата, Алдани, Джекс, Климфрести, Гэнгл, Мерик, Зубл, Энлик, Помни, Клоудин, Кейн, Жекен дыбыстайм, Күпіршік, Каздок, Гоингс патшаймы Мико және мен сендердің дикторларың Радиакау. Егер видео ұнаса, лайк қойып арнаға жазылыңдар.